Бүгінгі сұрақ. Мен универді тастағым келеді. Не істесем болады? Досым, сәлем. Бұл болашақ мұғалімнің арнасы, және де бұл жерде бірге бір екеуміз сөйлесіп сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бүгінгі сұрақ өте керемет сұрақ. Мен өткен жылы, мен қазір 10-шы сынып оқып жатырмын. Данный моментте 10-шы сынып оқып жатырмын. Өткен жылы менімен бірге 9 оқығандардың көбісі колледжға көшіп кеткен болатын. Олардың да көкейінде жүрген сұрақ бұл. Тастағысы келеді, не істесе болады? Және де мен бұл жерде ата-аналар, мұғалімдер сияқты жауап бермеймін. Мен бұл жерде толығырақ, нақты шындықты айтамын. Енді кеттік. Бастамас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Бұл видеоны осындай сұрақтары бар көкейінде жүрген адамдарға, достарыңызға жіберіңіздер. Енді кеттік, бастаймыз. Сонымен, универді тастағың келе ме? Онда не себептен, не себептен сен тастағың келеді? Көп жағдайда адамдар бір ұнатпаған мамандыққа түскеніне байланысты. Өйткені егер адам ұнатқан мамандыққа түскен кезде, ол тіпті жаман бір условияда да, өзіне ұнаса, ол жаман бір условияда да ол жерде оқи береді. Бұл сөзсіз. Менің ойымша бұл солай. Яғни, егер де сен футбол ойнаған келеді, сен де қаншалықты поле жаман болса да, шөптің орнына, газонның орнына ол жерде топырақтар болса да, сен сол жерде ойнайсың. Өйткені сенде қатты бір желание бар, қатты талап бар. Тура сол сияқты, егер де сенде өзіңнен түскен мамандығында қатты бір үміт бар болса, қатты бір талап бар болса, мысалға сен IT-ға түстің, мен IT-ді даже мында компьютерлар нормально болмаса да, мен бұл жерде оқығым келеді дейсің. Себебі сен ол жерге түстің, сен ары қарай бұны үлкен бір максимум алуға тырысасың. Сенің ол жерден кетуінің себебі, сен ол жерде дұрыс мамандық таңдамай болып тұр. Сен дұрыс мамандық таңдамадың, демек сен ол жерден кеткің келеді. Менің ойымша бұл осылай. Енді, яғни сен дұрыс мамандықты таңдамағаннан кейін не істейсің? Мен көп ата-аналар сияқты, немесе мұғалімдер сияқты, не үшін кетуге болмайды, сен ол жерге түстің, болды, өзгерте алмайсың. Себебі бұл сенің болашағың, егер сен бұны оқымасаң, қалайсың сен болашақта ақша табасың? Ақшаны ұмыт. Егер де сенде жүрегің тыныш болмаса, ал жүрек көп жағдайда, енді жүректің тыныштығының, яғни өзіңді бақытты сезінудің бірнеше жолдары бар. Оның бірі бұл сүйікті іспен айналысу. Егер сен өзіңнің сүйіктісіңмен айналыспасаң, өзіңнің сүйіктісіңді таппасаң, онда сен өзіңді бақытты сезіне алмайсың. Саған тіпті миллиард берсе, сен өзіңді бақытты сезіне алмайсың. Сондықтан да, егер де сен универді тастағың келсе, менің айтарым, енді мен айтып деп ешен шықпай, бірақ менің айтарым, бұл тастағың келсе тастағаның дұрыс. Себебі сен өте көп процентпен айтқан кезде, өте көп болжаумен сен дұрыс мамандықты таңдамадың. Ал сен әрі қарай сол мамандықпен кетсе, сол мамандықты бітіріп, пока что диплом аламын деп жүрсе, онда сен әрі қарай сол мамандықпен жүре беретін боласың. Өте көп жағдайда. Ал егер сен дәл қазір мүмкіндігің бар, сен дәл қазір тастап басқа бір мамандыққа барсан, сен ол жерден шығуына болады. Яғни өзіңді қайсы ұнайды, өзіңе жүрегіне қайсы ұнайды, соны сен тауып, өзіңнің арманына жету керексің. Сен өзіңнің жүрегің дегенін табу керексің. Менің айтарым осы. Яғни тастағың келсе таста. Бұл менің айтарым. Бірақ бұл жерде біліп қой, біліп қой. Егер де осындай бір шешімге баратын болсаң, онда міндетті түрде саған бәрі бірде қиындық болады. Саған бәрі бірде басындағы 1-2 жылда қиындық болады. Саған ақша керек болады, сен ол ақшаны табуың керек болады. Осындай бір қиындықтармен кездесесің. Бірақ бұл қиындықтан өтсең, сен егер де өзіңнің сүйіктісіне, жаман ұнамайтын мамандықта өзіңе сүйікті мамандыққа барсаң, онда сен ол жерде өзіңді бақытты сезінесің. 1-2 жылда қиындық көрсең де. Мен айтарым осы, достар, міндетті түрде ойланып көріңіздер. Және де тинейджер клубқа қосылыңыздар. Тинейджер клуб бұл менің авторлық курсым. Бұл жерде сіздер өздеріңіздің сүйікті істеріңізді табасыздар. Сіздер арман мақсаттарыңызға жетесіздер. Сіздер система құрасыздар. Яғни бұл сізге керегі дәл қазір қиналып жүрген әрбір жасөспірім өтуі керек курс болып саналады. Міндетті түрде өтіңіздер. Барлық толық ақпарат описанияда. Достар, келесі видеоларда кездескенше.